Ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Маған осындай сұрақ қойып жатыр. Wordта осы книжный форматты қалай альбомнеге айналдырамыз. Мысалға сізде болады ғой, принтерден книжный емес, бір дайын тұрған текстіңізді өзіңіздің немесе альбомне қылып шығарғыңыз келеді. Ол үшін мынандай менюға барасыздар, соның ішінде разметка страницаға барсаңыздар, ориентация деген бар. Сол жерде альбомне десеңіздер, міне осылай альбомне болады. Сізде де ұзағырақ текст сияқты былайынан. Міне осылай альбомне қылып қоясыздар. Енді бұл не үшін керек? Альбомный. Мысалға өзіңізге бір дайын документіңізді болады бір кейде текстіңіз сыймай жатқан кезде, осылай колонкаларға бөлген кезде осындай альбомный керек болады. Немесе суретіңізді, дайын тұрған форматтағы суретіңізді Wordқа қойып жатсаңыз, соны альбомный қылып шығару керек болады. Осындай кездерде керек болады. Екінші бізде қандай сұрақ? Екінші сұрақ бізде Wordта мысалға A4-ке шығарғыңыз келмейді, формат A3-ке немесе A5-ке, A4-тің жартысы A5 форматына шығарғыңыз келеді. Ол үшін размерге кіресіздер, осы жерде көрсетіп тұр A4, мысалы A3 қойсаңыз A3 размер, A5 қойсаңыз A5 размер. A4 по умолчанию, осы жерде қарасаңыздар, еще бұл жерде жазылып тұр, 21 сантиметр ширина бойынша, 29,7 ол высота бойынша. Мысалға Google-дан тексеріп көрсеңіздер де болады, A4 размер деп жазсаңыздар, міне әр форматтың өзінің размері бар, 290 A4-ке 210 миллиметрді 297 дейді, сантиметрге айналдырған кезде 10-ға бөлеміз, сонда 21 сантиметр, нау 29 сантиметрді 7 миллиметр дейді. Міне жақта да сөйтіп көрсетіп тұр, кірсеңіздер размерді, міне осы жерде размерлерін қарап алсаңыздар болады. Мен жалпы сенбей жатсаңыздар, өстіп қарауға болады деп жатырмын. Бұл енді принтермен жұмыс жасаған кезде, распечатка жасайтын кезде өте маңызды, керекті сұрақтардың бірі. Одан кейінгі үшінші сұрақ бізде мынандай шет жағынан, оң жағынан поляларды қалай қысқартамыз. Мысалға сізде обычный поля Wordтың стандартный бойынша осылай 2 сантиметр, 3 сантиметр, нижний 2, правый 1,5. Ол деген жазған текстіңіз сол жағынан, оң жағыңыздан қайтадан неге қойып қояйық, то есть ориентация книжныйға. Мысалға мақала жаздыңыз бір жерге, или там реферат жаздыңыз, курсовой жаздыңыз, диплом, диссертация, басқа да жұмыстар жаздыңыз, сол кезде сіздерге положение береді. Мысалға үсті 3 сантиметр болсын, асты 1 болсын деген сияқты. Соны қайдан табамыз деген кезде осы поля, настраиваем поля деп, осы жерден өзіңізге керек верхний, левый қанша сантиметрге ограничение бергіңіз келеді, осы жерден қоясыз. Осы жерден де альбомный барлығын қоя беруге болады. Ең бастысы сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, Wordқа байланысты жазып кетуді ұмытпаңыздар. Шамам шарқым келгенше жауап беруге тырысамын. Келесі кездескенше аман болайық.